Қайырлы күн достар, бүгін сіздермен бірге осындай мерекелік дастархандардың хиті болған пельмен бауырсақты істеп үйренетін боламыз. Осыған дейін әртүрлі рецепттермен жасап көрдім, бірақ ішіндегі ең сәтті шыққан рецепт осы деп айта аламын. Бізге керек заттар: ұн, алдын ала осылай елегіштен өткізіп алдым, және де 200 грамм сары май, 72%, 2 жұмыртқа және де 1 кесе сүт. Көріп тұрғандарыңыздай, қол жетімді заттардан жасалынады. Сол себебі менімен бірге жасаңыздар. Ең алдымен осылай ыдысқа ұнымызды салып аламыз. Оның үстіне бөлме температурасындағы майды пышақпен осылай мен майдалап турап алдым, немесе күшпен өткізсеңіздер де болады. Осылай пышақпен өткізіп алған соң ұнды маймен қосып, қолмен осылай мыжып крошка жасаймыз. Кәдімгі песочный тесто жасаймыз, сол сияқты қолмен мыжып осылай крошка жасап аламыз. Бір келкі болған соң ортасына осылай шұңғылдау етіп, 1 кесе сүтімізді құямыз. Сонан соң 2 жұмыртқамызды жарып саламыз. Енді осылай қамыр біріккенше елейтін боламыз. Басында қамырымыз қатты сияқты болып көрінеді, яғни ұнымыз көп сияқты болып кетуі мүмкін. Бірақтан осылай илеуді жалғастыра беріңіздер, себебі ішіндегі май еріген соң өзі қамыр бірігетін болады. Міне қамырымыз осындай жұмсақтау болады. Енді осы қамырымызды пищевой пакетке салып, орап, 10-15 минутқа тоңазытқышқа қойып аламыз. Түнге қарай қойып қойсаңыздар да болады тоңазытқышқа. Азанға қарай алып, уже дайындап пісіре бересіздер. Енді міне менде 10-15 минут тұрды тоңазытқышта. Қамырымызды енді алып, 3 бөлікке бөліп аламын. Сіздер немесе 2 бөлікке бөлсеңіздер де болады. Мен теңдей етіп 3 бөлікке бөлдім. Енді осы әр қамырды зуала етіп елеп аламыз. Мен қазір жаятын осы 1 зуаланы алып қаламын да, қалған 2 зуаланы тоңазытқышқа қоя тұрамыз. Себебі еріп кетуі мүмкін. Құрамында май бар ғой, сол себепті еріп кетуі де мүмкін. Ал енді 1 зуаланы жайып, кәдімгі осы тұшпараның қамырында етіп жая береміз. Бірақтан қалыңдығы тым жұқа болып кетпесін. Кәдімгі кеспе көженің қамырына дайындаймыз, сондай қалыңдық болса бізге жетеді. Салмақ баспай жайыңыздар, себебі қамыры өте жұмсақ болады. Осы пельмен бауырсақтың ортасына салатын салмасы жайында да айта өтейін, яғни начинкасы дейміз. 3 картошканы жақсылап қайнатып, суын төгіп аламыз, және кішкене суын қалдырып, сары май қосып, жақсылап езіп аламыз. Дәміне қарай қызыл бұрыш қоссаңыздар, өте әдемі дәмді болады. Егер де пияз қуырып салам десеңіздер де, ол да жақсы болады. Бірақтан мен өзім балдарым жемейді, сол себепті пиязды қоспаймын. Қамырымызды енді дәл тұшпараның қамырында етіп кесіп аламыз. Ол үшін менде осындай арнайы ерек пышақпен кесем. Барлықтарыңыз үйіңізде бар деп ойлаймын. Қамырларды осылай 4-5 қылып кесіп аламыз. Бұдан үлкендеу қылып жасасаңыздар да болады, оны әркім өз қалауларыңызға байланысты істей бересіздер. Мен орташа қылып жасадым. Міне ортасына салатын салмасы, мен оны 3-ке бөліп алдым. Себебі менде 3 зуала болғандықтан салмасын да осылай 3-ке бөліп алдым. Қамырдың ішіне осылай салмаларын салып шығамыз. Тым көп салып жүрмеңіздер, себебі қамырымыз ашылып кетуі де мүмкін. Енді қамырды түйеміз. Мен осылай бір бұрышын екінші бұрышына қарай алып келіп, онша жеткізбейміз бұрышына қарай. Сөйтіп салмасын жан жағын ғана қысамын. Және де қаттырақ қысыңыздар, себебі ішіне салмасы шығып кетпесін. Көріп тұрғандарыңыздай шет жақтарын қыспадым, себебі піскен кезде өте әдемі болып көрініп тұрады. Міне біздің пельмен бауырсақтарымыз осылай болып пісірілді.
ендігі кезекте бұларды қуырамыз. Қызып тұрған майға осы пельмен бауырсақтарымызды саламыз және араластыра отырып, пельмен бауырсақтарымыз әбден қызарғанша екі жағында осылай араластырып пісіріп аламыз. Міне қараңыздар, қандай әдемі болып қуырылды. Осылай қызартып қуырып алған соң, сүзіп, жаңағыдай легенге саламыз. Негізі осы рецепт бойынша осындай бір леген пельмен бауырсақ шығады. Өлшейтін болсаңыздар, ол 1,5 килограммдай шығады. Негізі осы рецепт бойынша заказ қабылдасаңыздар да болады. Міне қараңыздар, қандай осыны бөліп қараған кезде ортасы осыны піседі, қытырлақ, ауызға салған кезде еріп тұрады. Барлықтарыңызға осы рецепт бойынша жасап көрулеріңізге кеңес беремін. Менімен бірге соңына дейін болғандарыңыз үшін көп рахмет. Келесіде осындай видеоларымда кездескенше сау болыңыздар.